Германия әлемдік аренадағы маңызды ойыншы. Еуропалық одақтағы ұлы күш және ақш-тың еуро дағдарысынан миграциялық дағдарысқа және Еуразиядағы геосаясатқа дейінгі маңызды одақтасы. Германия орталық ойыншы және Германияның маңыздылығын ескере отырып, Америка құрама штаттары мен Германия теңестірілген кезде әлем жақсарады десек те болады. Оның қалай жұмыс істейтінін, шешімдер қалай қабылданатындығын, Германия парламентін шақыратын Бундестагтың шақырылуы сияқты маңызды мәселелер, атқарушы билікке кім ие және неге немістер қыс ортасында терезелерді ашатындығы сияқты маңызды нәрселерді түсінуіміз маңызды шығар. Маған боранда таза ауаның қажеті жоқ, сондықтан өз күмәндарыңыздан арылыңыз. Барлық жақсы ойыншыларыңызды Баварияға сатыңыз, өйткені бүгін Германия үкіметі қалай жұмыс жасайтындығын қарастырамыз. Германия Монтаның көлемінде үлкен жер және ол 16 штатқа бөлінген. Онда үлкен қалалар көп емес, бірақ 80 миллион халқы бар, көптеген шағын қалалар бар. Бұл ЕО-дағы халық ең тығыз орналасқан ел және барлығы әр 4 жыл сайын дауыс беруге арналған жәшіктен басталады. Қазір Германия халқы парламенттік сайлауда дауыс беруде. Олар бір уақытта екі түрлі жолмен, Фейнхик немесе Олли сияқты өз округтерінің уәкілдеріне дауыс береді. Олар тағы не істейді? Христиан-демократтар мен социал-демократтар сияқты саяси партияларға дауыс береді. Бұл 598 орынға ие Бундестагты құрайды. Бірақ әдетте партиялар алған дауыстарына сәйкес өкілдікке ие болу үшін кейбір қосымша орындар қосылады. Бұл толықтырулар ауыстыру деп аталады. Өкілдер базасының жартысы тікелей дауыс беру арқылы сайланады, ал екінші жартысы осы кезеңде партиялар алған дауыстарының санына байланысты орындар алады. Өйткені саяси партиялар көп болғандықтан ешқандай партия абсолютті көпшілік дауысты алмайды. Мұндай табысты немесе кем дегенде өміршең парламент әртүрлі партиялар арасындағы коалицияны қажет етеді. Сонымен қатар 16 штаттың әрқайсысы 5 жыл сайын кезекпен жергілікті сайлау өткізеді. Бұл жергілікті сайлаулар Бундестагқа өз өкілдерін жібереді. Берлиндегі федералдық кеңес әр бір 5 жылда президентті таңдау үшін штаттардың федералдық өкілдері мен штаттардың уәкілдері бірлесіп жұмыс істейді. Алайда президент Бундестагты тарату немесе сирек қолданылатын заңға вето қою сияқты нақты билікке ие. Президент ресми мемлекеттік сапарларға барады, маңызды адамдармен кездеседі және кім біледі, тіпті боранның ортасында оған терезе ашатын адамның болуы да мүмкін. Канцлерді президент тағайындайды, содан кейін Бундестаг оған дауыс береді және кабинеттің таңдауы бойынша басшылық қағидаларын канцлер белгілейді. Парламенттегі коалицияны ілгерілету болатынына көз жеткізу үшін жиналады. Олар маған Берлиндегі Бургка мен бүйірмесіне кіруге мүмкіндік береді деп үміттенемін. Бірақ егер мен Германияның оңтүстік батысындағы Карлсруге бара алсам, бұл конституциялық емес болар еді, өйткені федералдық конституциялық сот сонда орналасқан. Бұл орган 16 судьядан тұрады. Олардың жартысы Бундестаг пен федералды парламентпен сайланады, ал екінші жартысы Бундестагпен сайланады және бұл судьялар 12 жыл қызмет етеді. Ол әлемдегі ең ықпалды жоғары соттардың бірі және парламент қабылдаған заңдардың конституциялық сипатын реттейді. Сонымен бұл Германияның саяси жүйесі қалай құрылатынына негізгі шолу. Бірақ көмескіліктерді жоюдың қажеті жоқ, өйткені болашақта жүйенің қалай жұмыс істейтінін және заңнаманы қалай реттейтінін қарастырамыз.